Olmaz mı? Есіміңізді айтып жіберіңіз. Мөлдір. Қай қаладан келіпсіз? Жаркент. Жаркенттен. Қош көрдік. Так, Мөлдір, сіз магазиннің краскасымен бояғансыз, иә? Иә. Где-то 4 ай бұрын боядыңыз ба? 3-4 ай бұрын бояпсыз, иә? Қарадан шыққыңыз келеді. Светлый. Шашты мына жерден қиып тастағыңыз келеді. Бұрын сонда утюжок болған. Жоқ, ондай. Болмаған. Плойка бір нәрсемен бере аласыз ба? Еліме өзінің шашын жинағанын осы Иә, жинағаныз. Күнделікті қолданбайсыз? Фенде вообще қолданбайсыз. Аптасына да қолданбайсыз, иә? Ол өте керемет. Шашты мына жерден қиямыз, қарадан шығамыз. Бірақ қалап тұрған түс қандай? Светлый. Светлый? Өзім немен. Светіме қарай. Түр алып бетіңізге келетіндей. Қандай да бір түске тоқталған жоқсыз, бірақ цветті қарада шайғаннан кейін барып белгілі бола ма, әлде таңдағаныңыз бар ма? Шайғаннан кейін көрейік. Таңдаған варианттарыңызды кейін көреміз, иә? Қандай техника жасайық? Білесіз бе, әлде хабарыңыз жоқ? Жоқ, хабарым жоқ. Мысалы қараңыз, светлый шаш қой, шашты осветление жасаймыз ғой, порошокпен осветление жасағаннан кейін соны блонд деп атайды. Сол блондты көбірек жасайын ба, азырақ жасайын ба? Және де түбіне қатты жақын болсын ба, алыс болсын ба? Қалай? Түбі деген мысалы светлый шаштар көп болсын ба, аз болсын ба? Түбіне жақын болсын ба, алыс болсын ба? Түбіне алыс болсын. Сәл алыс болсын, иә? Арасынан болсын ба, әлде бірыңғай болсын ба? Бірыңғай. Бірыңғай болған қалап түссе? Болды. Түсіндім сізді. Аллергия жоқ қой краска? Жоқ, аллергия жоқ. Так, достар, қазір көреміз. Видеоға көріңіздер, лайк басыңыздар. Менің стористерімді қарап отырыңыздар. Және де видеоларымды қарап отырыңыздар. Қандай болатыны қазіргі келесі видеода көтереміз да. All these mistakes of mine, I can't replace it. I got